Қайырлы күн, құрметті достар. Саналы Talks онлайн интеллектуалды кешіне қош келдіңіздер. 2016 жылы басталған жоба 4 жыл ішінде көптеген тақырыптарды қозғауымызға мүмкіндік берді. Спикерлер өзінің ойын ортаға салды, идеяларымен бөлісті. Жалпы айтқанда үлкен ашық платформаға айналды десек, артық айтқандығымыз емес. Спорт алаңшалары болатын, өзіміз жүгіретін, футбол ойнайтын залдардың жетіспеушілігі болатын. Қазір енді оның бәрі біртіндеп шешіліп келе жатыр. Енді дегенмен шалғай ауылдар бар негізінде. Әлі енді мысалға жаңағы искусственный газон дейді, полялар жоқ, өзінің залдары жоқ. Бірақ мемлекет қазір енді осы тұрғыдан жақсы жұмыстар атқарып жатыр негізінде. Ауылда да қуаныштар көп болады, мерекелік шаралар көп болады. Мен соны пайдаланып отырып, мен енді өзім ауылда өскеннен кейін, өзім ауылды жақсы көргендіктен, осы ауылда не жоқ деген бірінші кезекте мен ойыма сұрақ туындады. Мысалы, ауылда енді көп жағдайда кейбір жағдайлар жетіспей жатады. Сол себептен мен ауылға бірінші кезекте осы жаңағы мерекелік, жаңағы шар үрлеу, жаңағы той орталығын ұйымдастыратын воздушный шарики ашылды. Бала кезімізде бізге көп нәрсе жетіспеді ғой негізі. Көп нәрсе көрмедік. Қазір де жетіспейді. Ең бірінші арман негізі өзім спорт жағына қызығатын. Футбол алаңы деді ғой ағамыз. Сол нәрсе жетіспеді, шыны керек. Қатты армандайтынбыз, қалаға келіп ойнап кететінбіз ше. Үйлерге айтып барып келейік, доп тебейік деп кішкене қызығушылық сол жаққа бұрды. Сол футбол алаңы жоқ болатын. Ақшолақ, мынау Байзақ ауданына қарасты Ақшолақ ауылы. Армысыздар, бүгін жастар саясаты мәселелер басқармасының қолдауымен тағы да саналы Talks жобасының кезекті жобасы. Бүгін біздің талқылайтын жалпы тақырыбымыз ауыл балаларының арманы, балаларға жалпы ауыл жастарына қандай көмек қажет деген секілді тақырыпта ой қозғайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта Байзақ ауданы жастар ресурс орталығының бөлім басшысы Арықбаев Қуаныш, және де көп жалпы адамдар, көп жастарымыз қалада мысалы үшін өзінің кәсіптерін, бизнестерін ашып жатса, жалпы бұл жігіт өзінің ауылдан кәсіп бастаған Дәурен Көлбай, және де ауыл баласы, ауылда осы уақытқа дейін өмір сүріп жатқан деп айтсам дұрыс бола ма? Ауыл баласы Ермек Ержан. Жалпы енді сіздерге осы тақырыптың барысында ауыл жастарына не қажет, жалпы ауыл балаларына қандай көмектер қажет деген секілді осы ойда өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп кетсеңіздер. Бірінші Қуаныш мырза өзіңіз. Енді жалпы енді қазір ауыл жастарының қазіргі өмірін негізі екіге бөліп қарастыру керек шығар. Себебі біз өскен кезде ауылда, біздің уақытымызда, енді біздің арманымызда жаңағы спорт алаңшалары болатын, өзіміз жүгіретін, жаңағы футбол ойнайтын залдардың жетіспеушілігі болатын. Қазір енді оның бәрі біртіндеп шешіліп келе жатыр. Енді дегенмен шалғай ауылдар бар негізінде. Әлі енді мысалға жаңағы искусственный газон дейді, полялар жоқ, өзінің залдары жоқ. Бірақ мемлекет қазір енді осы тұрғыдан жақсы жұмыстар атқарып жатыр негізінде. Енді салыстырмалы түрде қарасақ, мысалға Қазақстанда 2,5 мыңға жоқ примерно ауыл бар екен да. Енді ол жерде халықтың саны, мысалға саны бойынша әртүрлі ауылдар бар. Мысалға бір ауылдар бар, 3-ақ көшеден тұратын, 10-ақ үйден тұратын ауылдар бар. Одан кейін ең жаңағы халқының саны көп ауылдар, мысалға осы Маңғыстау өңірінде екенше. Ол жерде бір ауылдың өзінде 52 мың жаңағы тұрғын бар екенше. Енді сол жаңағы реттердің категорияларын қарап, әртүрлі ауылдың жаңағы жастарының бейімділігіне қарап, олардың сұраныстарына қарап, соған қарап жағдай жасау керек сияқты менің өз ойым ауыл жастары. Түсінікті. Жалпы енді ауылда қазіргі таңда өзіңіз айтып отқандай бірде келе жатыр, спорт залдар, мәдениет клубтар болсын, сондайлар енді жағдайлар жасалып келе жатыр ма? Енді әрине осы соңғы бір 5 жылдық деп айтсам қателеспейтін боламын. Себебі мен өзім осы жұмысымды жастар ресурс орталығында бірінші ауылдан бастаған, осы Байзақ ауданына қарасты ауылда. Ол жерде мен келген кезде, ол жерде бірінші арманым, мақсатым осы ауылға 5 жылда жаңағы өзім футболға қызған, жастарда футболға қызығады, спортқа бейім ауыл еді негізінде. Вот сол кезде мен өзім мақсат қойғам, осы ауылға қайтсем де аудан жаңағы әкімдік бар, өзіміздің жаңағы маслихат бар деген сияқты сол жаққа ұсыныс жасап, осы ауылға жаңағы бір футбол алаңшасын соғуға жаңағы жағдай жасауға өзім әрекет еткен. Енді қазіргі таңда сол мақсатыма жеттім негізінде. Қазір сол ауылда жасап үйлеріңіз. Футбол алаңшасы бар қазір.
Бәрекелді, рахмет. Олай болса енді келесі қонағымыздың ойы, жалпы енді қазір айтып жатамыз, көптеген жігіттер, жас жігіттер, үлкен кісілеріміз болсын, көп бір аудиториясы үлкен қалалардан бастап жатады өзінің кәсіптерін, бизнестерін. Ал бұл жігіт неліктен өзінің ауылынан бастады, осы бойынша және де ол қандай кәсіп бастаған өзінен білейік, Дәурен. Біріншіден шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді мен өзім жалпы осы ауылда неге кәсіп бастадым деген сұраққа жауап беретін болсам, жалпы енді әр ауылда өскен бала өзінің ауылын бірінші кезекте жақсы көреді деген ойдамын мен өз басым. Жаны ашып тұрады, мысалы бір кейсе қонақтарын ертіп келеді, мысалы ауылын таныстыруға асығып тұрады. Ауылда да қуаныштар көп болады, мерекелік шаралар көп болады. Мен соны пайдаланып отырып, мен енді өзім ауылда өскеннен кейін, өзім ауылымды жақсы көргендіктен, осы ауылда не жоқ деген бірінші кезекте мен ойыма сұрақ туындады. Мысалы ауылда енді көп жағдайда кейбір жағдайлар жетіспей жатады. Сол себептен мен ауылға бірінші кезекте осы жаңағы мерекелік, жаңағы шар үрлеу, жаңағы той орталығын ұйымдастыратын воздушный шарики ашылды. Мен соны аштым. Қазіргі таңда шүкір ауылда сол жаңалық болды ол. Барлық жаңағы тұрғындары келіп қуанып, сол жерде мерекелік жаңағы шарларды алып жатыр. Жаңағы бала туылған кезде, перзентханадан шығаратын кезде қатты қиналып қалады, осы тараздан тапсырыс беріп жатады, мысалы қалалық жерлерден. Енді сол қолы тиімді жерде ауылдарында бар, сол жақтан барлығы жұмыс жасап жатыр. Енді ауыл жерде естиміз ғой, мысалы үшін Қарсыға жалғасал мұнаты ма деген секілді. Иә, болады, бізде басталып кетті ондай. Енді ауыл тұрғандарына сенуге болады, қала емес, бұл жер ауыл болғандықтан ауылдың тұрғандары бір-бірлерін таниды. Енді ауыл болғаннан кейін қарызға жазамыз енді. Қалың кітап арнадым деп біз. Өте қалың. Бұл кітап арналды. Оны жоғалтпауға тырысамыз. Енді жалпы бұл кәсіпті жалғыз өзің ғана жүргізіп жатсың ба, қасында жұмысшыларың деп айтамыз. Жұмысшым дегенде өзім кәдімгі інім Бауыржан дейтін бала екеуміз бірге аштық, бірге жүргізіп жатырмыз соны. Бәрекелді, сізге сәттілік. Жалпы қатты қуаныштымын. Сізге адамдар көп болсын. Кішігірім болса да бұндай кәсіп деп ойлаймын. Иә, жуалы шарики дейтін орталық бар. Жуалы келсеңіздер, міндетті түрде келіп, біздің мерекелік шарларды алып кетіңіздер. Жарнама, рахмет. Енді жалпы ауыл баласы, ауылдың тұрғыны Ермек Мейіржан, жалпы ауылында сен бала кезінен бастап ауылда келе жатсың. Иә. Сен мысалы үшін қалай айтады, бұл сөзді айтсам қате ма? Не көрмедің жалпы ауылында? Не жоқ болды сенің ауылында? Не болған қалар едің жалпы? Қайырлы күн, біріншіден баршаңызға шақырғандарыңызға көп рахмет. Осыны ағалармен отырып бірге әңгімелесуге. Бала кезімізде бізге көп нәрсе жетіспеді ғой негізі. Көп нәрсе көрмедік. Қазір де жетіспейді аға. Енді қазір ол жерде тұрмағандықтан кішкене қала жаққа жақын ауылға көштік. Ал жастық шағымыз осы сырт ауылда болды, сол жақта өмір сүрдік. Ең бірінші арман негізі өзім спорт жағына қызығатын футбол алаңы деді ғой ағамыз. Сол нәрсе жетіспеді, шыны керек. Қатты армандайтынбыз, қалаға келіп ойнап кететінбіз ше. Үйлегілерге айтып барып келейік, доп тебейік деп кішкене қызығушылық сол жаққа бұрды. Сол футбол алаңы жоқ болды. Ақшолақ, мынау Байзақ ауданына қарасты. Ақшолақ ауылы. Бақшылықтың құлағына алтын сырға деп қойса. Қарасты. Осы жазда, осы жылы футбол алаңы соғылды. Арманымыз орындалды десек те болады. Сол жаққа бос уақытта, қаладан бос уақытта сол жаққа барып ойнап, кішкене мауқымызды басатын болдық. Ең басты нәрсе сол арман болатын бізде барлық балаларда осы жалпы негізі енді доп тебу, енді футбол ойнау деген енді ол біз барлық нені балалардың арманы тек қана солған ғана тіреп қойдық та. Ол енді былайынша енді сәл ермек қой. Иә, ермек. Өткізудің несі. Одан да басқа мысалы үшін. Иә, одан басқа ең бірінші арман ол. Шығармашылық балалары бар шығар. Сондай тараптан бір көмектер жалпы бар ма аға сіз өзіңіз? Иә, дұрыс, негізі жаңа сол ғой, екіге бөліп қарастыру керек дегенімше, ол ауыл баласы мен ауыл жасының арманы деген сияқты қарастырайық. Негізі қазіргі енді тура осы уақытты алатын болсақ, негізі ауыл жастарына қазір енді облыс бойынша айтайық, мүмкіндіктер көп. Себебі мынау бауырымыз қазір кәсіп ашты, мысалға. Сіз грант алған шығарсыз ба, қалай? Жоқ, мен өзім кәдімгідей аха. Мемлекеттік әлі алған жоқ. Енді алсам деген ойда бар. Аха. Осы жастар жылынан бастап осы жастарға грант беру осы науқан басталған негізінде. Біздің аудан
жоспардан 2 есе артық берген Байзақ ауданы жастарға. Осы өз кәсібін бастау үшін гранттар, қайтарымсыз ақша ғой мысалға. Ол кезде өткен жылы 505 мың берген, биыл енді 550 мыңнан жаңағы астам. 200 МРП ғой? Иә, 200 МРП. Енді қазір ауылда тұрып жаңағындай кәсіп ашуға, өзінің жаңағы сүйікті ісімен, болмаса жаңағы мал шаруашылығымен айналысуға мүмкіндіктер бар қазір. Қаражат оған қарастырылып жатыр. Біртіндеп жаңағы жастардың жұмыссыздық деңгейі төмендеп жатыр қазір. Себебі жақсы жобалар бар, мысалға дипломмен ауылға деген сияқты. Сол жобамен мысалға өткенде бір мәліметті қарап жатсам, бір жылда мынау Шу ауданы, соны неге алайын, мысалға 40-қа жуық маман алған бір жылдың ішінде. Қандай керемет мысалға. Сол сияқты. Қазіргі таңда әр ауылдық округте ауылдық клуб бар біздің, өзіміздің Байзақтың төңірегінде. Ол жерде жаңағындай дұрыс айтасың, негізінде шығармашылық болсын, одан кейін жаңағы залдар соғылып жатыр. Жастар қазір уақытта өзінің сүйікті ісімен айналыса алады. Кез келген бағытта, өнерге болсын, немесе спортқа болсын деген секілді. Енді жалпы сіздерге мынандай сұрақ, әлеуметтік желі болсын, барлық үлкен ағаларымыздан болсын, кейбір теледидардан болсын көріп жатамыз ғой. Көп адамдар айтып жатады, нағыз таланттың барлығы ауылда, ауылдың жастары неге көтермеске деген секілді. Тіптен енді марқұм Жақсылық Үшкемпіров ағамыздың өзі де айтқан, әрбір мақта үлкен бір қазақстандық мысалы үшін бизнесмендер неге бір ауылға көмектессе, ауылда өркендейтін еді деген секілді. Сол себептен де осы ауылдағы жастардың таланты жалпы сондай көп кездесіп жатыр ма? Мысалы өздеріңіз ауылда жүрсіздер, көресіздер, сондай бір шыға алмай жүрген жастар бар ма деген секілді сұрақ. Мен жауап берсем бола ма? Негізінде өте көп қой, жабылып қалады негізі ауылдың балалары. Мысалға қала келеді, ауылға барып, мысалы оқу бітіргеннен кейін ары қарай бағыт болмай қалады, бағдар болмай қалады, мысалы мүмкіндіктер болмай қалады, болмаса бір мемлекеттен жаңағы айтылып жатқан көмектер, информация дейді ғой, жетпей қалып жатады көп балаға. Ақпараттар жетпей қалып жатады. Сол себепті балалар өз бағытынан ауытқып, басқа жұмысқа кетіп қалады мысалға. Шет жаққа қала жаққа ауысып кетуі мүмкін, ал өзінің ішіндегі дарыны, таланты қалып кетуі мүмкін. Мысалға кейбір балалар бар, спортты мықты қолайды да, мектеп кезінен бастап. Осы университет кезінде де қолап келеді, ары қарай уже мүмкіндік болмай қалады да, тастап кететіндер бар. Ондайлар өте көп. Жаңағы неше түрлі талантты балалар бар, енді олар өзінің несін жауып қояды солай. Мүмкіндік болмағаннан кейін. Соны енді ары қарай ашатын жаңағы орталықтар болса, өте мықты болады деген ойдан мен негізінде. Бұл жерде ең басты мәселе ақпарат жету керек қой, кез келген адамға мүмкіндікті беру керек та. Енді ары қарай мысалы басы бар бала болатын болса, ары қарай алып кетеді оны. Әрекет жасайды. Әрекет жасайды, әрине. Мен де толықтыра кетсем бола ма? Негізі ауыл жастарында көп ондай талантты жігіттер де, өнерге жақын, спортқа жақын көп болады. Бірақ енді ауылдың жігіттері ұяң болады да, кішкенеше, ынжық болады да. Бір талпынады, сол жақсы көретін ісіне бір талпынады, бір бетін қайтарса, уже сынып қалады деген әңгіме да. Соны сынбай, орнынан тұрып, бір құлаған жерінен қайтадан тұрып, сол өз жақсы көретін ісін жалғастырса, өз ісімен ары қарай алып кетеді деген ойда кішкене қоса кетсем деген. Мысалы, ауылдың баласы мысалға, өзің қандай талантың бар қазіргі таңда? Қазіргі таңда енді жайдарман ойындарына кішкене қызығушылық. Керемет. Ауылдан көмек болса, жайдарман жұлдыз болуға лайықты балалардың бірі деп ойлаймын мен өзім. Енді көп рахмет ойларыңызға, пікірлеріңізге. Егер енді осы тақырыбымызды түйіндеп, өздеріңіз ойларыңыз жалпы болашақта ауылдар қалай болғанын қалайсыздар. Егер сіздердің тараптарыңыздан сосын ауылға қандай да бір көмек бере аласыздар ма деген осындай сауалдарға өз ойларыңызды білдіріп кетсеңіздер. Енді сіз өзіңіз толықтаған дұрыс шығар. Енді ауыл, қазіргі ауыл шынымен де бұрынғы ауылмен салыстыруға келмейді, себебі қазір интернетке қосылған, смартфонда бәрі жастарымыз көшеге шықсаң бір-екі адамды көресің дегендей. Мысалға біздің уақытымызда ол кезде жаңағы смартфон деген нәрсе жоқ еді. Смартфоннан бөлек байланысты таппайтын еді ғой. Байланысты жоқ еді ғой бізде, телефон жоқ. Бәрі көшеде, керек көшеден табасың. Жаңағы іздеген балалардың жаңағы футболға барасың, сол жақта жүреді, 4-5 команда болып сол жерден табасың. Сол енді әрбір енді біздің тақырып негізі енді ауылдың жастарына деп отыр ғой. Енді ол жағда дұрыс әрине, бірақ ауылдың жасының өзі жаңағындай, мысалға мына жігіттің өзі, мысалға есім кім?
Дәурен деген жігіт мысалы өзінің ауылын жақсы көргендіктен, патриоты болғандықтан өзінің кәсібін ауылынан ашып отыр да. Себебі жаңағы ауылдың адамдарын ойлап, тұрғындарын ойлап, мәселесін шешуге мысалы бір бағытты болсын қойды. Сол сияқты әрбір адам, әрбір ауылдан шыққан ол жас болсын, болмаса жаңағы әкім болсын, сол ауылдан шыққан адам өзінің ауылын ұмытпау керек және мен ауылыма не істедім деген сұрақ болу керек та өмірінің соңына дейінше. Қалай қол тиеді, қалай жағдай болады, ауылына да бір жаңағы халықтың өзіне мысалы жаңағы өзінің қаражат жетіп тұрса, мемлекеттің несінен емес, жаңағы өзінің қалтасынан болсын жаңағы жастарымыздың дамуына, жаңағы спортпен шұғылдануына, жаңағы өнерін жаңағы дәріптеуге деген сияқты сондай бір достықтар жасау керек деген ойдамын негізінде. Рахмет, мен де сіздің ойыңызды сәл толықтырып өттім. Жалпы енді сіздер айтып жатсыздар ғой енді ауылға сондай бір көмек көрсететін адамдар болса, немесе сондай орталықтар болса деп сіз айтып жатсыз. Менің ойымша мен қазір айтып отқаным дұрыс па, дұрыс емес пе ойлаймын, бірақ дегенмен де мемлекетке сеніп өйтіп отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер талпынып шын мәнінде егер ол адамның бойында шынымен сіздер айтып отқандай жаңағы өнер болса, шығармашылық талант болса, ол қандай да жағдай болсын, ол бәрібір жарып шығады деген ойдамын. Болмаса өзі сол әрекетке талпынып сөйту керек, ешкім сіздерге мысалы үшін әкеліп алдарыңызға салып бермейді деген секілді ғой. Сол секілді енді бұрынғы кезде мүмкін сондай болған шығар, жаңағы жастарымыз ұяң болып, қысылып, ұялып дейміз. Қазір енді жастар белсенді ғой негізінде. Жастар орталықтары бар, мысалға тартады, қоғамдық шараларға қатысады, сол жерден көрінеді өзінше. Мысалы қарасаң, қазіргі уақытта әр ауданда, әр ауылдың өзінде мысалға дебат клубтары бар ше, дебатерлар бар. Қандай сөйлеген кезде таң қаласың мысалға ше. Жаңағы мынау бауырымыз айтқандай жадырман кітап ойындарына қатысатын жастар бар мысалға. Әр ауданда бар ол қазір таңда. Ол негізінде бірінші кезекте ол әр жерде болсын, мысалға адам оқу орнын бітіріп келгеннен кейін ол кез келген адам өзінің ауылына барады бірінші кезекте. Мысалы оқу бітіргеннен кейін енді кейбіреулер бар енді жұмыс бабымен дайын тұрса қалып кететіндер, ал көбісінде жұмыс болмағандықтан ол бірінші ауылға барып бір-екі ай көлемінде жатады. Ауылда болады, ауылда не бар, не істеу керек ойланады. Мүмкіндік болмағаннан кейін көбісі қалаға кетуге тура келеді мысалға. Сол себепті де енді бірінші кезекте ауылдық жерлерде мысалға жас отбасыларға үй мәселесін шешу керек бірінші кезекте. Екіншіден жұмыс мәселесін шешу керек. Енді жаңағы айлық аз деп атады көбінесе. Сол жақтарын сәл көбейтсе, мысалы квоталар беріліп, мысалы қазір сіздің ойыңыз жалпы енді беріп жатыр ғой. Жауапты мекемелер осындай істерге жауапты мекемелер бәрібір өз жұмыстарын атқару керек. Болмайтын нәрсеге тендер бөле бергеннен гөрі негізінде осындай болашақты көтеретін нәрселермен айналысу керек. Мысалы көп жастар бар. Қазіргі таңда Қазақстанда көп шетелге кетіп жатқан азаматтар, ол көбісі жастар 25 пен 35-дің арасындағы кісілер кетіп жатыр негізінде. Соны негізінде тыю үшін ауылдық жерлерде айлықты көбейтсе мысалға қазір мұғалімдердің айлықтары көп мысалға. Сол себепті де бүкіл саланың айлықтарын көбейтіп, жалақыларын, тұру үй мәселесін жақсартса, мен ойлаймын кез келген адам ауылда қалады деп. Мысалы мен де ауылда тұрам қазіргі таңда. Енді ауылда тұрып кәсіп бастап, енді бәрі бірден бола салмайды. Оны құлақ айту керек, бәрі бірден бола салмайды. Бәрі жайлап болады, бірақ сен өзің туған жерің, туған ауылдасың. Ең бастысы сол ата-анамен, туған туыс бауырлармен ауылдың шаңына ойнап жүре бергенге не жетсін негізінде. Сонымен мемлекеттен сәл кішкене көмек болса, қазіргі таңда көп жастардың ажырасу, ол үй мәселесі өте қиын болып жатыр. Үй мәселесіне келген кезде қымбат ай сайын төлеуі, және де жаңағы көбісінде жаңағы айлық табысы жетпей жатады. Қазір біздің негізі Тараздың несімен алатын болсақ, үйлер қымбат. Сол себепті де бөлініп жатқан ақшалардың барлығын сол үйге бөліп жастарға берсеңіздер, мен ойлаймын көп жастар ажыраспайды депші. Неге? Себебі көп осындай жанжал, ұрыс, келіспеушілік осы үй мәселесінен шығады деп ойлаймын. Қалаға келеді, квартираға тұрады, мысалы аренда төлейді, ақша жетпейді, былай тартсан, ол сөйтіп жүре беретін сияқты мен ойымша. Пікірі орынды. Жалпы ондай проблема негізінде бар. Мен негізінде бар негізі. Мен мысалға осы дүниеге келгеніме 30 жыл болды. Пәтерді осы жаңағы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі бар. Сол банктың арқасында, мемлекеттің арқасында алдым. Бірақ негізінде қазір ол мәселе аудандық көлемде, аудан орталықтарында жаңағы осы ауданның тұрғындардың тұрғын үй мәселесін шешу үшін қазір тура осы қаладағындай үлкен жаңағы ғимараттар салынып басталады енді, құдай қаласа, бір 5 жылдықта. Бірақ енді жастардың мәселесіне қарасақ, өткенде ғана бізде әулие-ата жастар деген бағдарлама бар еді, жоба дайындалып жатыр қазір таңда.
ол жобада жастар кәсіпкерлігі болсын, жаңағы тұрғын үймен қамту мәселесі бойынша біраз мәселе қамтылған. Сол жерде нақты именно жастардың тұрғын үймен қамтылу мәселесі бойынша жаңағы ең төменгі пайызбен деген сияқты қазіргі жастардың қолжетімділігін арттыру бойынша бір мықты не бар негізінде, мүмкіндік бар. Енді алла берсе облыс әкімдігінің жаңағы әкім енді қолдау тапса сол жобаға, негізі ол мәселе шешілетін сияқты меніңше. Енді мен кешірім сұраймын, Менің тағы да білуімше. ұсыныс тастағым келіп отыр сіздерге. Енді осы жобаға жалпы болашақта бұл қазір осы біздің бағдарламадан кейін бұл осы тақырып жабылып қалмас екен деп ойлаймын мен негізінде. Сізге жабылмайды ғой. Иә. Енді неге мен бұны айтып жатырмын? Себебі сіздер қазір осы тақырыпты қозғағаннан кейін бұны ары қарай ауқымды қылып алып кетулеріңіз керек деп ойлаймын мен өз басым. Мысалға мені болсын, мысалға тағы да осындай үлкен ағаларымыз бар, азамат үлкен ағаларымыз бар ғой мысалға енді жағдайлар жақсы деп айтсақ та болады. Сол кісілерді жастармен жолықтырсақ мысалға, әр ауданмен сол үлкен кісілермен сол жастарды жолықтырсақ, ол жерде үлкен кісілер сол ауылдың жастарының идеясын тыңдайды, ойы қандай, бағыты қандай. Мүмкін мысалға бір кісі сол бір баланың ойы мысалға ұнап қалатын шығар. Мысалы ақшалай жағынан көмек беріп қалатын шығар. Мысалы қазір таңда 1 миллион теңге берген күн өзінде де біраз нәрсе істеуге болады деп ойлаймын ауылда. Сол себептен мынау ауылдың шаңды ойнап жүрген балаларға мысалға бір демеу беріп жіберсе, міндетті түрде мемлекеттік емес, үлкен ағаларымыз болсын, сондай кісілерді тапсаңыздар, нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын мен өз басым негізінде. Қаныңыздар. Әрқайсыларыңыз бір өз позицияларыңызда жалпы ауылға деген болашақта қандай болғанын қалар едіңіздер деген сияқты бір шағын қысқа нұсқа толтырып кетсеңіздер, жалпы ауылдың баласы деп осы Мейіржан шақырып отыр, Мейіржан өзі айтып кетсе. Мен жалпы жастарға айтсам, ауыл жастарына, қала жастарына. Не болса ауыл жастарға бір үндеу жасасаң болады. Қазіргі кезде ауыл қала деп бөлмей, барлық жастарға жағдай жасалуда, мемлекет тарапынан жағдай жасалып жатыр барлық. Сондықтан сіздерге айтарым, осыны көріп отырсаңыздар, тоқтап қалмай, сынбай, ары қарай өз қалаған армандарыңызға, мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Жағдай жасалып жатқан кезде сол нәрселерді орындап тастасаңыздар деген пайдаланыңыздар. Сіз енді осы тақырып бойынша өз ойымда күні кеше ғана Өркен Кенжебек ағамыздың парақшасынан бір осы ауыл туралы, осы Қазақстанның жаңағы жері аумағы туралы бір видео көрген. Пікірінше сол кісінің пікірімен осы ойымды аяқтағым келеді негізі. Енді Қазақстан енді әр ауылдан тұрады да негізі. Әр ауылдан. Енді ауыл болғаннан кейін бәрі жиналып бір неге жаңағы толастырған кезде бір Қазақстан боламыз, бір бүтін. Енді жаңағы бір мәселе айтылып отыр қазір, көп жастарымыз шетелге кетіп жатыр депші. Бірақ осы Қазақстанды қарасаң, мысалға тарихын қарасаң, біздің ата-бабаларымыз, батырларымыз мысалға қалай осы үшін өзінің жанын берген осы жер үшінші, өзінің жаңағы армандар болған, мысалға қаншама жылдық, мысалы біз көрген бақыттылар көрген жоқ негізінде. Осы уақытқа дейін бізге бүйтіп өздерін құрбан қылып, осы біз өмір сүрсінші, біздің ұрпақ осы жерде жаңағы ешкімнің жаңағы несі болмай өмір сүрсінші деп сондай жағдай жасаған кезде бізге, бірақ біз осы ауыл тастап кетпеуіміз керек та осы жерді. Біз ары қарай келесі ұрпаққа қалдырып кетуіміз керек. Рахмет. Енді мен өзім ойым толықтайтын болсам, жалпы мен қуанам өзім ауылда туылып өскеніме. Біріншіден өз туған жерімді өте қатты сүйемін, мақтан етемін. Жалпы кез келген адам жаңағы айтып жатыр ғой, өз-өзіне сұрақ қою керек, мен не істедім ауылым үшін деген. Мен ойлаймын, барлық ауылдан шыққан жаңа ер азаматтар болсын, жалпы кім өсіп шықса да ауылдан, барлығы сол ауыл үшін бір жақсылық жасау керек. Сол кезде жаңа ауыл көркейіп өте мықты болады деген ойдам. Енді жаңағы қазір айтып жатыр ғой, көп жастардың барлығы қазір адасып жүр негізінде. Былайша айтқан кезде шынымды айтайын, адасып жүр барлығы. Бір істің басын шалады да, болмай қалды ма, болып тастап кетеді. Екіншісіне кетіп қалады. Сөйтіп адасып жүр жастар. Соған бір бағыт болса, мемлекет жағынан, сіздер жастар жағынан, жастар орталық, ресурстық жағынан, осы Жамбыл облысын, жалпы Жамбыл облысын емес, бүкіл Қазақстаннан жастарға бір бағыт болатын болса, мысалға, нұр үстіне нұр болады деген ойдам мен сол. Рахмет. Жалпы сіздердің айтып отқандарыңызбен болашақта осылай болады деген ойдамыз.
Пікірлеріңізге, ойларыңызға, бүгін бізге қатысқандарыңызға көп рахмет. Осымен біздің саналы толық шоуымыз өз мәресіне жетті. Қош сау болыңыздар.